Алматы еліміздің ең ірі мегаполисі. Мұнда өмір жоғары қарқында дамып жатыр. Ішкі істер министрлігі мен қала әкімдігінің қолдауымен мегаполисте тұрақты әрі бақылауда тұрған жедел жағдай қамтамасыз етілуде. Пытался ножом вскрыть дверь заявительницы. Азиат, 18-20 лет, одет в темно-синюю одежду, синий рюкзак. Рост примерно 160-165 сантиметров. Жыл басынан бері Алматыда қылмыс деңгейінің төмендеуі байқалады. Тонау, ұрлық, көше қылмыстары азайды. Қалада жедел қызмет күшейтілген режимде жұмыс істейді. Күн сайын патрульдік нарядтар көшеге шығады, қоғамдық орындар мен тұрғын массивтерде қауіпсіздік шаралары күшейтілген. Данный водитель мопеда, который допустил переоборудование транспортного средства путем дополнительного освещения на руле. Будет составлен административный протокол по статье 590, часть 7. Қауіпсіздік жүйесінде бейнебақылау ерекше роль атқарады. Камералар қылмыстарды ізін суытпай ашуға және құқық бұзушылықтың алдын алуға мүмкіндік береді. Аналитикалық модульдер мен жаңа алгоритмдер жедел әрекет ету жылдамдығын арттырып, жұмыстың дәлдігін күшейтуде. 55-53. Позывной повторите. 2025 жыл профилактика жылы. Алматы полициясы күн сайын түсіндіру және алдын алу жұмыстарын жүргізеді. Балалармен, жастармен, жүргізушілермен, кәсіпкерлермен. Мыңдаған рейд тұрғындармен мекен-жай бойынша жұмыс құқық бұзушылық қаупін азайтуға және қоғам сенімін арттыруға ықпал етеді. Ішкі істер министрлігі мен қала әкімдігінің үйлесімді жұмысы мегаполистің қауіпсіздігіне кешенді көзқарас қалыптастырады. Инфрақұрылымдық шешімдер, бейнебақылау жүйелерін жаңғырту, профилактиканың жаңа тәсілдері, жедел әрекет ету механизмдері. Бүгінде Алматы қылмыстың төмендеуін, тәртіптің нығаюын және қызметтердің жоғары тиімділігін көрсетіп отыр. Ішкі істер министрлігі мен қала әкімдігінің қолдауы тұрғындардың қауіпсіздігі мен тұрақтылығының берік негізі. Алматы полициясы заң мен тәртіптің қорғаны.